Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектеновке, орталық сайлау комиссиясы төрағасы Абдыровке. Құрметті Олжас Абайұлы, Нұрлан Мәжитұлы, сайлау демократияның басты белгісі, дау жоқ. Бірақ қазір сайлауды сайлау үшін өткізетін заман емес. Сайлау үміт беретін, таңдау жасайтын, халыққа нәтиже күтетін басты саяси процесс. Қазақстан соңғы 5 жылдықта әрі қадамдар жасап, барлық деңгейдегі сайлаудың түрлерін өткізді. Бүгінде әрбір жексенбі сайын ауыл, аудан, қалада әкімді сайласақ, дәл солай мәслихат депутаттарын да сайлап келеміз. Бұл маңызды өзгеріс. Алайда, кез келген үдерістің өзіндік ерекшеліктері болады. Әлі де тікелей саяси вертикальдағы бюджет мәселесі, аудан мен ауылды дамытуға бағытталған жергілікті қаржыны үйлестіру мәселелерін заң аясында пысықтауымыз керек. Мысалы, біз соңғы жылдары 100% ауыл әкімдерін сайладық. Оны өткізуге 5 жыл дайындалдық. Ауылдарда оларға деген сенім бар, жергілікті тұрғындар жеке таниды. Бұл ең маңызды сайлау деңгейі, ауыл тұрғындарын біріктіретін, саяси өмірге тікелей араластыратын маңызды қадам. Сондықтан да бүгінде ауыл ішінде жүйелі саяси өзгерістерге сенім бар. Енді біз заң аясында ауыл әкімдерінің құзыретін әлі де кеңейтуіміз қажет. 4-ші бюджетті қалыптастыру тетіктерін заңмен пысықтау керек. Бұл маңызды бастама. Бүгінде аудан, қала әкімдерін пилоттық форматта сайлауға кірістік, 52 ауданның әкімі сайланды. Бірақ оның тиімділігі әлі де сараланбады. Олардың бәрі өз міндетін лайықты деңгейде атқарып отыр деп айта алмаймыз. Сайланған аудан әкімдерінің біразы 1 жылға жетпей жұмысынан кеткен. Оған қоса, сайлаудың шығыны шаш етектен. Тек биылдың өзінде 6 аудан әкімі мен 1 облыстық маңызы бар қала әкімінің сайлауы өтті. Осының өзіне мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Осы шығын ақталды ма? Келесі мәселе. Әкімдердің функционалдық мүмкіндіктері шектеліп, ауданды дамыту тетіктері көбінесе облыстық қаржыға тәуелді болғандықтан, сайлану үшін үйіп төгіп берген уәделерін орындай алмай жатыр. Бұл өз кезегінде халықтың сайлау процесіне сенімін төмендетіп, аудан әкімдерін сайлауға қатысу белсенділігін әлсіретті. Жақында қабылданған бюджет кодексінің нормалары жаңа ғана іске асты. Бұл нормалар практикада жүйеленуі қажет. Ауылдық округ әкімдерінің сайлау жүйесін енгізу 5 жыл бойы кезең-кезеңмен жүргізілді. Аудан әкімдерін сайлау мәселесінде асықпай, жүйелі, әрі жан-жақты зерделеу тәсіл қажет. Саяси эксперттер аудан әкімдерін әзірше мәслихат депутаттары сайласа деген пікір орынды деп айтып отыр. Бұл әлемдік тәжірибе. Ең алдымен ауыл әкімдерін сайлау жүйесі мен тетігін әбден жетілдіріп алу керек. Олардың абыройын арттырып, қолына бюджет берейік, құзыретін кеңейтейік. Осылайша ауыл саясаткерлерінің кәсіби корпусы қалыптасады. Содан соң аудан әкімдерінің сайлауына қатысты азаматтар да, тіпті ауыл тұрғындар да дайын болады. Бізге тек сайлау процесі ғана емес, өңірдің өркендеуі, ауыл тұрғындарының бірлігі мен сенімі маңызды. Менің ойымша, тиімді тұсы сараланбаған аудан әкімдерін тікелей сайлау әлі ерте. Мемлекет қайраткері, бірнеше өңір басқарған Бақтықожа Ізмұхаметов, көптеген жыл өкіметте істеп, облыс басқарған Альберт Рау Дүйсенбай Тұрғанов, бірнеше аудан мен қала басқарған Мархабат Жайымбетов, Мұрат Ергешбаев, Ұласбек Сәдібеков сынды депутат әріптестерім де аудан әкімдерін сайлауды уақытша тоқтата тұру қажет деп санайды. Сондықтан асығыстық танытпай, жан-жақты зерделеу жұмыстарын жүргізу қажет. Ең бастысы, жергілікті өзін-өзі басқару, мемлекеттік қызмет, сайлау, өңірлерді дамыту туралы көптеген заңдарға қажетті нормаларды енгізгенше, аудан деңгейіндегі әкімдердің тікелей сайлауына саяси мораторий жариялаған жөн деп білеміз. Тағы да қайталап айтамын, бұл ұсыныс сайлау процесін шектейтін емес, керісінше халықтың сайлауға деген сенімін арттыруға негізгі әрі қажетті шешім. Демократия дегеніміз норма және процедура. Осы норма мен процедура
Депутат Сайыровтың микрофонын қосыңыздар. Аяқтаңыз. Демократия дегеніміз норма мен процедура. Осы норма мен процедураны жүйелеп алу қажет. Құрмет пен аманат фракциясы мүшесі Сайыров. Жаңа менің алдымда сөйлеген әріптесім Ерлан Сайыровтың ойымен толық келісемін. Өйткені аудан әкімдерін сайлау мәселесі маған да жақсы таныс. Өзім де қалада, ауданда әкім болдым. Айына бір-екі рет өңірге барып тұрам, сайлаушылармен кездесем. Аймақтық аудандардың тыныс-тіршілігін танысам. Сол кездегі байқағаным, аудан әкімдерін тікелей сайлау жүйесі әлі де пысықтауды қажет етеді. Оның тиімсіз тұстарын зерттеп, жан-жақты қарастыру қажет. Мысалы, ауданға бөлінетін қаржы мәселесін реттеуге тиіспіз. Ал аудан әкімдерінің құзыреті бойынша кемінде бірнеше маңызды заңдарға өзгерістер енгізуіміз қажет. Мысалы, білім беру саласының шығыстары облыстық бюджетте қалып, кірістері аудан бюджетінде. Қазір аудан әкімдерінде құзырет аз, жауапкершілік көп. Білім, денсаулық, ветеринария саласы, жұмыспен қамту орталықтары тіпті бағынбайды аудан әкімдеріне. Ең бастысы ауыл әкімдерінің сайлауының 5 жылдық кезеңін күтіп, ауылдық сайланған әкімдердің тәжірибелі корпусын даярлау өте маңызды. Сонда ғана саяси, ең бастысы кәсіби кадрлар резерві қалыптасады. Бұл билік құрылымдағы ең маңызды кезең. Сондықтан оған әзірше уақытша тоқтау қойып, жан-жақты пысықтағанымыз жөн. Менің алдымда сөйлеген әріптесім Ерлан Сайыровтың ойымен толық келісемін. Өйткені аудан әкімдерін сайлау мәселесі маған да жақсы таныс. Өзім де қалада, ауданда әкім болдым. Айына бір-екі рет өңірге барып тұрам, сайлаушылармен кездесем. Аймақтық аудандардың тыныс-тіршілігін танысам. Сол кездегі байқағаным, аудан әкімдерін тікелей сайлау жүйесі әлі де пысықтауды қажет етеді. Оның тиімсіз тұстарын зерттеп, жан-жақты қарастыру қажет. Мысалы, ауданға бөлінетін қаржы мәселесін реттеуге тиіспіз. Ал аудан әкімдерінің құзыреті бойынша кемінде бірнеше маңызды заңдарға өзгерістер енгізуіміз қажет. Мысалы, білім беру саласының шығыстары облыстық бюджетте қалып, кірістері аудан бюджетінде. Қазір аудан әкімдерінде құзырет аз, жауапкершілік көп. Білім, денсаулық, ветеринария саласы, жұмыспен қамту орталықтары тіпті бағынбайды аудан әкімдеріне. Ең бастысы ауыл әкімдерінің сайлауының 5 жылдық кезеңін күтіп, ауылдық сайланған әкімдердің тәжірибелі корпусын даярлау өте маңызды. Сонда ғана саяси, ең бастысы кәсіби кадрлар резерві қалыптасады. Бұл билік құрылымдағы ең маңызды кезең. Сондықтан оған әзірше уақытша тоқтау қойып, жан-жақты пысықтағанымыз жөн. Ал енді депутат сауалыма көшейін.